Бүгінгі жаттығуда не істейді екенбіз? Тағы да сақпан атпасақ болғаны. Батыр ата, өткендегі қашқанға тигізіп атқаннан бұлтару дегеніңізді түсінбедік. Қорамсаларыңды алыңдар. Мынаушы жоқ жебені не істейміз? Тайларыңды атыңдар. Не үшін? Ет ауырады ғой. Бұл тай сендерге сауын бие емес. Жорық аты болсын десеңдер. Атыңдар. Атыңдар. Атқаннан бұлтару деген осы. Жылқы көзі жылғадағыны көрет деп қазақ бекер айтпаған. Енді бұл тайларың сендерді жауып тұрған жебенің арасынан алып шығады. Ал шаң-шұң ұрысқа көкпардың додасына түскенде үйренеді. Түсіндік, Батыр ата. Біз ұрысқа дайынбыз. Мырза, мұнда жай жүрсіз бе? Мұндай уақытта адам жай жүруші ме едім? Мынау Қарабек емес пе? Мен сендерге бостандық сыйлаймын, бірақ оның өтеуі бар. Не істеу керек? Әйтсе де сендер үшін түк емес. Қысқасы,
Таңертең бара хан Моғолстан ханы Есенбұғаға қонаққа барады. Әлгі Қарабектен хабар бар ма? Хабар ошарсыз, көрдім деген ешкім жоқ. Жарайды. Әзірге ел тыныш. Жаста болса Әбілқайыр елге бас көз бола тұрар. Біз келгенше ештеңе бола қоймас. Көрші ұлыстармен ынтымағымызды нығайту керек. Бізді қонаққа шақырған Есенбұға ханның да ойы осы болса керек. Алайда ойраттардың не ойлап отырғаны белгісіз. Соны ұмытпайық. Хан ием, абайлаңыз! Ханда! Қалқандарыңмен шатыр құрыңдар! Тезіре! Аурым! Ханға оқ тиді. Әбілқайыр сұлтанның дастарханынан дәм тату біз үшін үлкен мәртебе. Қарабек, дәстүрді бұза алмайым. Қонақ болсаң отыр. Қаралы хабар естіп, қабырғам қайысып отырған аздай. Сен не бетіңмен келіп отырсың? Таңбалы тастағы таңбаңның жоғын қалай түсіндіресің? Түсіндірейін, сұлтан. Барақ хан өлді. Болат сұлтан ауыр жаралы. Ендігі тақ сіздікі? Ей, Қарабек, сен сатқындығыңмен қоймай мені азғырайын дедің бе? Сұлтаным, ас иесі мен дәмді. Меніке жай ақыл ғана. Әттен қонағымсың. Әйтпесе басыңды алар едім. Сабыр сақтаңыз. Ертең сіз хан болғанда, менің басым сізге керек болады. Хан болып ел басқару оңай дейсің бе? Сұлтаным, тақ мынау балғымыздан да тәтті болады. Дәмін алсаңыз құмарына түсесіз. Әлемді басып жан шисіз. Дегеніңізге жетесіз. Алыңыз. Сен дұрыс айтасың. Келесі хан мен боламын. Әбілқайыр хан жасасын. Жәнібек, қайғыңа ортақпын. Әкеңнің орнын ешкім толтыра алмайтыны белгілі ғой. Бірақ біз сенімен біргеміз. Бұл опасыздардың ісі бір ұшы сендерге тимес екен. Ата, ал содан соң не болды? Оларға қарт батырдың көмегі тиген болар. Я, ата, Керей мен Жәнібектің қалай хан болғанын айтып беріңізші. Онда әр қарай тыңдаңдар балалар.